Сәлем достар, сендермен бірге мен Аскон Кейзет. Бүгін біз Майнкрафтымызды жалғастырамыз. Міне. Достар, біз кеше осындай жерде жүрміз. Бірақ менде факел болған жоқ. Бұл факел жер қалай тұрған. Достар, бізге желез алдық па? Желез бар ма екен бізде? Бәсе алған сақтадық. Желез алдық. Енді біз сонда да біз пеш бар. Енді не істесек болады? Біз өзімізге айтпақшылай үй жасауымыз керек. Міне. Достар, біз орманнан шығып алғаннан кейін бәрін жаймендеп үйді сала бастаймыз. Бірінші біз бұл жерлерден шығып алуымыз керек. Ақтық бетім. Достар, бізге мұны қажет. Біз бұдан бар өзімізге керекті. Қалқаны жасауға болады. Достар, біз желез. Жерге келген жақсы болды. Аз болса да бір шақ желез тапсақ жарайды. Мені өзімізде 12-дей желез бар. Бірақ желез табыла берсе деп қалаймын. Өйткені желез табылған сайын алмас та табылады, алмас табылған сайын золото да табылады. Бізге золото яблоко жасау үшін, бірақ яблоко былай тұр. Біз железімізді арғалақ 16 желез бізде. 16. Біз сыртқа шығып алайық. Опа, білмей. Оп, ақ ты. Фуй. Мені желез өзім армандап келетір. Армандап болғанда. Желез шықса деп келетір. Келетірді железді шыға келді алдымыздан.
Ой, bu сияқты. Енчелес бізді төмен кетіреді ау. Бар ма? Ой. Бітпейді ау дейм, бітпеген жақсы құрсын. Бәріміз бір бәлетін. Мен мына салат болып шықса дейм, железный. Ой, кирка жасаймын да золотодан алам. Золотой кирка алам дейм, бізге золотой кирка қажетті жоқ, дымыда жоқ. Кирка. Железный кирка, алмазный кирка, деревянный кирка, каменный кирка. Осының бәрін бізде қой. Өліп қалды. Бірақ не бар мына ішінде? Достар, бізге осы жер жарай ма әлі? Опа, песок. Песочек, ұйы. Бізге песок керек. Әрине біз песоктан үй жасаймыз. Үй жасаймыз деп бұны. Песоктан үйдің терезесін жасаймыз. Сол үшін песок бізге керек. Ой. Мама. Жоқ. Қаяққа қалдық? Өлдім. Біткен жерім. Суға түсіп кеттім. Қалдым. Тоқайды. Құралдым. Жетісіне бар екен. Өлдік. Басқа күн. Түні өз құлты бар. Білбедім. Верстак бар. Кроват неге шықпайды дейм. Шынымен шықпай тұр ғой. Верстак бар. Не екен ғой? Ұяқта алайық. Достар, біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.